Қапшағай су қоймасында таза су айдындары республикалық акциясы өтті. Мақсат су экожүйесін қорғау және балық қорын сақтау. Акцияда балықтардың уылдырық шашу кезеңінде олардың еркін жүзіп көбеюіне кедергі келтіретін заңсыз ау құралдарын жою жұмысы жүргізілді. Инспекторлар мен еріктілер балық аулауға тыйым салынған аумақтарды мұқият тексеріп, заңсыз тасталған тор мен басқа да құралдарды тазартты. Нәтижесінде 15 шақырымға жуық балық аулау торы жиналып, айдыннан 1 тоннаға жуық тұрмыстық қалдық шығарылды. Табиғатты қорғау ісіне белсенді қатысқан азаматтар инспекцияның марапатына ие болды. Бұл 5 жылдан бері қайталанып келе жатқан акция жылда өткізіледі. Акцияға 70-ден астам адам қатысып, 40 су қайықтары жұмысқа кірісті. 70 адамның ішінде еріктілер бар, қорықшылар бар және инспекцияның қызметкерлері бар.